Сәлем менің оқырмандарым. Бүгін мен сіздермен тағы да қауышып жатқаныма қуаныштымын. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз, әңгіме қылатын тақырыбымыз бұл адамның бойындағы энергия орталықтары туралы әңгіме етеміз. Яғни энергия центры дейді, немесе энергия ошақтары, немесе қазір көп жағдайда айтып жүр ғой чакра деп. Сол іспетті бүгін біз ақпарат тыңдайтын боламыз. Енді жалпы менің бұрынғы сабақтарымды тыңдап жүрген болатын болсаңыздар, жалпы адамның бойында, адамды тірі қылып тұрған ол адамның бойындағы ағып жатқан қаны. Яғни біз қанымыз ағып тұрған кезде ғана біз тіріміз. Біздің бойымыздағы энергия сол бойымыздағы ағып жатқан қаннан алынады. Және де біздің мына Құдай берген тәніміз, жанымыз өте ерекше бір керемет жүйе жасалған. Ондай жүйені әлі ешкімде ойлап тапқан жоқ. Бұл тек қана бір Құдайдың керемет жаратқан жүйесі. Енді сол жүйенің ішінде қан біздің бойымызда жүйелі түрде ағады екен. Ол қалай болса солай ақпайды. Жалпы чакралар деп отырғанымыз осы қанның, былайша айтқанда құдық деп айтуға болады. Мысалы су аққан кезде де бірінші әрбір құдықтарда, колодецтерде болады, сосын сол арқылы жан жаққа беріледі. Чакра деп отқанымызда біздің бойымыздағы үлкен қан тұратын ошақтар. Сол ошақтардан жайлап әрбір қан тамырлардың бойына беріледі. Міне енді сол энергия центрлер туралы біз бүгін әңгіме қылатын боламыз. Бірінші энергия центріміз бұл біздің жаңағы ең жыныс мүшелері дейді ғой, сол жыныс мүшелерінің орналасқан жерде болады. Және де бұл жерге біздің бөксеміздің төменгі жағы жатады. Ер адамдарда болатын болсын, простата деп айтып жатады, простата, сосын қуық. Осы біздің және де ішіміздегі ішектер бар ғой, сол ішектің төменгі жағы, және де аналь тесігі дейді ғой, үлкен дәретке шығатын жеріміз. Міне сол жерлер біздің ең бірінші энергия орталықтарымызға жатады екен. Жалпы бұл орталық біздің бойымызда көбеюді іске жүзеге асыратын жер екен. Қазір естіп жатқан шығарсыздар, көбіне эстроген, прогестерон, тестостерон деген сияқты гормондарды естіп жатсыздар. Міне адамның бойында осы гормондар осы жерлерде шығады екен. Енді бұл жерлердегі энергия орталықтары адамның қандай эмоциясымен байланысты, осы жерге тоқталайық. Бізге негізі керегі осы жер. Яғни бұл центрде адамның креативный энергиялары жинақталатын жер, адамның ойы жинақталатын жер. Біздер көбіне ойлаймыз, ой деген ол адамның басында миында болады деп, бірақ сол ойдың энергиясы ең бірінші сол төмендегі бірінші энергия ошақтан басталады екен. Бұл жерде жалпы адамдардың бала жасауы үшін де үлкен қызмет атқаратын осы бірінші орталық екен. Енді ары қарай екінші орталық. Бұл қай жерде орналасқан? Екінші орталық бұл біздің кіндігіміз бар ғой, сол кіндігіміздің сәл екі елі, екі саусағымыз бар ғой, сол екі саусағымыз кіндігімізге қоятын болсақ, сол жер, яғни ниже пупка дейді, сол жерлер біздің екінші энергия орталығымыз болады екен. Ол жерлер біздің әйел адамдардағы яичниктер бар ғой, әйел адамның жұмыртқалары, фолликула деп жатады, осы жерлер. Және де әйел адамның жатыры, үлкен ішек, толстая кишка, сосын поджелудочная железа дейді, яғни өт. Омыртқаның төменгі бөлігі. Осы жерлерде екінші энергия орталық бар. Бұл энергия орталықта біздің ас қорытуымызға жауап беретін органдар бар. Яғни біз
күнімен жеген тамағымызды сол жерде қорытып, пайдалысын алып қалады, пайдасызын шығарып тастайтын жер екен. Жалпы адамға керекті энергияны да өндіретін жер осы екінші энергия орталықта. Жалпы дәрігерге барсаңыз естіп жатасыз, мысалы ферменттер бөлінеді дейді, немесе сізден фермент көп бөлінеді екен, ферменттер дұрыс бөлінбейді деп жатады. Міне осындай ас қорытуға байланысты ферменттер мен гормондардың өндірілетін жері осы жер. Және де сосын мына қанттағы денедегі қантты бақылайтын жер де осы жер. Көп адамдарды байқайтын болсаңыз, қазіргі кезде өздеріне өздері инсулин салып жатады. Мысалы, бір адамдар бар, қолдарында укол сияқты нәрсе жүреді, кіндігінің түбінен отырып инсулинді салады. Міне, іштен біздің инсулин өндіретін қабілетіміз азайған кезде біз сырттан жасанды инсулин алуымызға тура келеді. Міне сол қантты бақылайтын жер осы екінші орталық екен. Енді бұл орталық нені білдіреді біздегі? Екінші орталық бұл біздің әлеуметтік жағдайымызды бақылайды. Яғни біз әлеуметтік жағдайымызда біз қандаймыз? Яғни біздің бай болуымыз, кедей болуымыз деген сияқты, деніміз сау, ауру болуымыз деген сияқты осы энергоцентрге байланысты. Семьяға деген, мәдениетке, қарым-қатынасқа деген энергияны реттейтін осы жер. Егер де сіздің осы екінші энергия бөлетін жеріңізде сіздің дұрыс энергияңыз бөлінбесе, сіздің отбасыңызда ашушаң, ренжігіш, балаларыңызды қабылдамай, немесе біреулерге дүрсе қойып айқайлап жіберу деген сияқты неше түрлі жағымсыз эмоциялар осы жерден бастау алады екен. Жалпы айтқанда бұны айтады потребление, избавление функциясы дейді. Яғни сырттан келген нәрсенің қолданылатыны бар, қолданылмай шығарып жіберетіні бар. Міне осындай қызметтерді осы екінші энергия ошақ атқарады екен. Енді осы жерде баланс дұрыс сақталатын болатын болса, онда сіздер сыртқы әлемнен келетін жаман нәрселерді қабылдамай, сізде үйлесімділік болады. Егер де сіздің өміріңізде үйлесімділік болатын болса, онда сіз барлық уақытта қорғаушы, қоршауда боласыз деген сөз екен. Келесі үшінші орталық бұл біздің ішектеріміздің төмен жағында, внизу кишечника. Яғни бұл управляет желудком, тонкий кишечник дейді. Яғни бұл біздің асқазанымызды, жіңішке ішектерімізді, өтімізді, бауырымызды, өт қалтасын, бүйрегімізді, бүйрек асты без, асқазан асты без деген орталықтар осы жерде. Және де еститін шығарсыздар, көбіне жаңа айтып жатады ғой, адреналин алдым деп жатады. Ой, мен адреналин алдым, драйв алдым деп жатады көп адам. Міне адреналин, кортизол гормондары, және де эритропоэтин, ренин, антигентезин деген гормондардың барлығы да осы үшінші ошағымызда бөлінеді. Және де бауырдың ферменттері де пепсин деп айтып жатқан, трипсин, химотрипсин және соляная кислота дейді. Яғни тұз қышқылының да бөлінетін жерлері осы екен. Осындай бөлінетін гормондардың мөлшері осы жерде реттеледі екен. Мысалы, көп жағдайда байқасаңыз, осы бір гормондардың біреуі көбейіп кететін болатын болса, сіздің бауырыңыз зардап шегеді. Қазір кезде көптеген адамдардың бауыры ауырады. Қазір қарап отырсаңыз, мына бауырдың шіруі деген сияқты диагноздер бар. Міне ол нені білдіреді? Ол сіздің бауырыңыздың дұрыс жұмыс жасамайтындығын білдіреді. Яғни сіздің жеген тамағыңыз, сіздің басыңыздағы неше түрлі эмоциялардың барлығы да бірден біздің ішкі органдарымыз солардың барлығына да сезімталдықпен сезіп отырады. Міне сол кезде біздің әрбір осы мүшелерімізден белгілі бір гормондар бөлініп отырады. Егер де сіздің ойыңыз өте
уайым қайғыға берілгіш болатын болсаңыз, осы жерде осы гормондардың мөлшері артып кетеді. Жалпы бұл жер біздің мына орталық солнечный сплетение дейді ғой, сол жермен тікелей байланысты. Бұл жер біздің ерік жігерімізге байланысты, өзіміз туралы пікірімізге байланысты, және де контроль, напористость, яғни біз көбіне кіжінеміз, мысалы біз кіжінетін болатын болсақ, біреуге кіжінетін болсақ, біздің осы органдарымыз соққы алады. Немесе агрессия, егер де бойымызда агрессия болатын болса, қоғамға деген агрессия, күйеуімізге деген агрессия, яғни бүкіл адамға деген агрессия болатын болса, дәл осы жер зардап шегеді екен. Немесе біздің бәсекелестігіміз, біреумен күндестігіміз, егер біз біреумен күндес болатын болсақ, біреуді көре алмасақ, немесе өзіміз емес үнемі сол адамды контроль жасап өзімізді ұмытып кететін болатын болсақ, осы органдардың барлығы да зардап шегеді екен. Біздің самооценкамыз, яғни қазіргі кезде психологияда көп айтылып жатыр, өзіңнің самооценкаңды көтер дейді, өзіңнің бағаңды көтер дейді. Яғни сен өзіңнің бағаңды төмендеткен сайын сол жер зардап шегеді. Ал бағаны төмендету деген не? Өзіңнің өз бағаңды көтеру деген. Яғни біздер көбіне мына біздің қоғамда мынандай ой бар да, егер де адам айқайласа, біреуді айқайлап жеңсе, немесе ұрып жеңсе, онда мен үлкен жеңіске жеттім деп ойлайды да, қатырдым деп ойлайды. А негізінде ол қатырған емес, ол керісінше сіздің өзін сыйлайтын адам өзгемен ешқашанда айқайласып, ит сияқты айқайласып ырылдаспайды. Міне сіз ит сияқты айқайлап ырылдастыңыз ба, адамдарға өзіңіздің ана бетіңіздегі зәріңізді шаштыңыз ба, міне осы органдар, яғни үшінші энергия орталық зардап шегеді екен. Осы жерден келіп, міне бауыр соққы алады екен. Енді осы жерде біз ал өзінің бағасын білетін адам қандай болады? Өзінің бағасын білетін адам ешкімді де күндемейді, ешкімнің ізінен шамалып түспейді. Оның өзінің алдына қойған мақсаты бар, арманы бар, сол мақсат оймен ғана өмір сүреді, алға басады, кең көлемде ойлай алады. Біреумен жағаласып, мен сені ойбай жеңімді, мен саған көрсетемін деп әуре болып жүрмейді. Себебі ол барлық тірлігін, барлық ойын Аллаға тапсырып қойған. Не көрсетсе де Алла өзін көрсет. Мен көрсететін сондай құдіретті күш емеспін, Алла Тағала құдіретті күш сенсің дейтін болатын болсаңыз, керісінше осы энергия орталығыңыздың жұмысы орнына келетін болады. Енді төртінші энергия орталық бұл біздің кеудемізде орналасқан. Яғни ол біздің жүрегімізді, өкпемізді, сосын айтады, вилочковая железа дейді. Осы вилочковая железа естулерің бар шығар, енді ауырып жүрген адамдар болатын болса, қазір кезде осы больницаға адамдар барып, осындай бір нәрселерді көбірек зерттейді ғой. Сол вилочковая железа бұл сіздің ең басты иммунитетіңізге жауап беретін жер. Немесе бұл жерді фонтан юности деп айтады екен. Яғни сіздің өміріңізде қартаю процесі осы жерден басталады. Егер де сіздің өмірге деген көзқарасыңыз басқаша болып, үнемі өзіңізді жаңағы ойбай өмір өтіп бара жатыр деп неше түрлі жаман оймен ойланатын болсаңыз, сіздің әрбір клеткаңыз қарайып өзінің жұмыс істеу қабілетінен қала береді. Адамның әрбір клеткасы өлген сайын ол адамда қартаю процесі басталады. Міне осы жерден басталады. Бұл центр гормон роста дейді. Немесе біздің күнімен біздің мына бойымызда 1400 түрлі химиялық әрекеттер жүріп жатады. Яғни мына біз сөйлейміз, күлеміз, жылаймыз, қайғырамыз, айқайлаймыз, тамақ жейміз, тамақты қортамыз деген сияқты нәрселердің барлығына есептегенде біздің бойымызда күніне 1400 түрлі біздің бойымызда құбылыс жүріп жатады. Міне осылардың барлығы да осы жерде обработкаде болып жатады. Бұл жерде, яғни біздің клеткамыздың, немесе біздің рухымыздың, біздің бойымыздың қалыптасуына
қайтадан өзімізге мол күш жігер беретін жеріміз осы жер. Және де біздің әрбір клеткамыздың қалыптасуы осы жерде басталады. Бұл орталық жүрек қан тамырлар орталығы басқарады екен. Міне жүректің тұсы. Енді жаңа айттық қой, 3 энергоцентр, алдағы 3 энергоцентр. Ол біздің мына өмірімізде выживать етуімізге керек. Выживать ету деген, яғни алдыңда арман мақсат жоқ, әйтеуір ішем, жейм, жүрем, адамдармен араласам, тойыма, томалағыма барам деген, сол выживание үшін жауап береді екен. Енді үшінші жаңағы энергоцентріміз бар, төртінші энергоцентріміз бар, жаңағымда айтқандай жүрек деген кеуде тұсымыздағы. Бұл жерде, егерде осы жердің энергиясы, адамда осы жердің энергиясы еркін айналатын болса, осы жерде, яғни сенің қаныңның ошағы, чакраң жақсы ашылған болатын болса, онда сен уже басқа адамдар сияқты пайда үшін емес, бұл жерде уже сенің әрекетің, айтады ғой, с корысты к бескорысты, яғни баяғыдай сен уже пайда ойламайсың, сенде уже корыстный цель болмайды. Мен қазір мынаны берсем, ол маған қайтадан берер ме екен, мен оған бүйтсем, ол маған пайдасы тиер ме екен, қой маған пайдасы тимейтін болатын болса, маған не қажеті бар деген сияқты жаман баяғы ойдан арылып, керісінше мен осы адамға аз да болса көмегім тисінші, сауап деген ұғым осы жерде басталады. Осы жерде энергияңыз көп болатын болса, сіз жаңа айтқандай ештеңе алам деген ойыңызда ой жоқ. Сол жерде сіздің энергия ошағыңыз көп болатын болса, сол жерде энергия көп болатын болса, сіз сауапты ешқандай да қарымтасыз істей аласыз. Жалпы бұл жерде айтады ғой, жаңағы, он связан с ощущением любви и заботы дейді. Яғни сіз бұл жерде сіздің мейір, махаббатыңыз ашылатын тұс. Сострадание, благодарность, признательность, вдохновление, целостность, доверие дейді. Яғни осы жердегі сізде энергияның қуаты мықты болатын болса, сіз уже адамдарға да сенетін боласыз, Құдайға да сенетін боласыз, риза боласыз, бар Құдайдың бергеніне риза болатын боласыз. Және де өзгелерге қамқорлық жасай алатын сізде күш қуат пайда болады. Ал осындай күш қуатыңыз жоқ па, демек сіздің осы жердегі энергияңыз өте төмен мөлшерде деген сөз. Жалпы осы жердегі энергиясының мөлшері төмен адамдардың жүрегі ауырады. Қазір кезде екінің бірінің жүрегі ауырады. Жүрек қан тамырлары неден бітеледі? Яғни біз қан тамырларды біз өзіміздің жаман ойымызбен, немесе сенімсіз ойымызбен, немесе уайым қайғымызбен сол каналдардың бойын жауып аламыз. Ол каналдың бойы жабыла келе, мына жүрекке салмақ түсіреді. Міне қазір сіздің жүрегіңіз ауырып жүр ме осы кезеңдер? Демек, сіздің бойыңызда я уайымыңыз көп, я қайғыңыз көп, я болмаса бойыңызда қорқыныш көп деген ұғымды білдіреді. Енді егерде осы жердегі адамның энергиясы ашық болатын болса, сізде уже айтады, здесь начинается наша божественная природа дейді. Көрдіңіз бе? Біздің уже адамдық келбетіміз ашылып бастайды. Осы жерді немесе вместилище души дейді. Яғни біздің мына жанымыздың тұрағы осы біздің кеудемізде екен. Енді ары қарай бесінші орталық бұл айтады, это центр горла дейді, яғни мойнымыз, тамағымыз немесе тамағымыз. Бұл жерде щитовидная и паращитовидная железа дейді. Сіз қазір екінің бірі қазір зоб болып ауырып жүрді, сол зобқа тексеріп баратын болсаңыз, айтады, сіз щитовидкаңызды тексердіңіз дейді. Щитовидка деп отқан мына мойынның тамақтың айналасында орналасқан жер. Паращитовидная железа, слюнная железа осы жерде
шығады екен. Т3, Т4 деген тироксин осындай гормондарға сізге тапсыр деп жатады. Демек, сізде егерде зоб ауруы болатын болса, мына жеріңіз қысатын болса, сізде демек сол гормондар өте көп мөлшерде бөлінеді деген сөз. Бұл нені білдіреді? Бұл гормондар метаболизм мен кальцийдің сіңуіне жауапты дейді. Ал метаболизм деп отырғанымыз бұл біздің бойымыздағы зат алмасу процесі екен. Яғни зат алмасу процесі дұрыс болмайтын болса, біздің мына адамның әрбір клеткасына кальций керек. Егерде сіз осы гормондарыңызды реттеп алмасаңыз, 1000 жерден де сырттан кальций іше беріңіз, қабылдай беріңіз, бірақ оның пайдасы сізге тимейді. Сондықтан да енді бұл жаңағы тамағымызды немесе осы энерго орталықты қалай ашамыз? Енді соған келейік та, бұл жерде біздің қандай эмоциямыз ашылу керек? Ең біріншіден, бұл жерде біз көп жағдайда ішіміздегі сезімімізді білдіре алмаймыз. Ішкі махаббатымызды білдіре алмаймыз. Ішкі махаббатымызды білдіре алмай, ішіміздегін айта алмай, тығылған кезде, немесе ішімізде біреуге деген айтқымыз келетін ойымызды шығара алмаған кезде, біздің осы жеріміздегі гормондарымыз зардап шегеді. Сондықтан да сіздерде бір адамға айтам деген ойыңыз болатын болса, ішіңіздегі бір шындық, бір жасырып жүрген бір құпия болатын болса, соны шығармай, сіздің мына щитовидкаңыз орнына келмейді. Бұл жерінде зобы ауыратын, қысатын адамдардың көбінің ар жағында бір ішінде айта алмай жүрген бір мұңы ойы болады. Міне осыны қайткен күнде де сіз шығаруыңыз керек. Соны шығарған кезде сіздің бойыңыз жеңілдейді. Оны шығармай, сіздің зоб ауруынан құтылуыңыз неғайбыл. Сондықтан да барлық уақытта да жалғандық қажет емес. Барынша қолдарыңыздан келгенше іштегі өздеріңіздің айта алмай жүрген сырларыңыз болатын болса, шығара алмай жүрген нәрселеріңіз болатын болса, ең болмағанда соны бойыңызға арқалап жүрмей, қағаз бетіне түсіріп жыртып тастауға болады. Немесе психологқа барып, психологтың көмегіне жүгінулеріңізге болады. Немесе тіпті керек болатын болса, оны айтыңыздар, іштеріңізде жасырмаңыздар. Жұрт күледі, жұрт не ойлайды деген сияқты ой сіздерде болмасын. Жұрт не ойласа, соны ойласын. Жұрт сіз не істесеңіз де ол неше түрлі өздерінің өмірімен, өздерімен салыстырып отырып, жаман ойды ойлай береді. Сондықтан да ішіңізде жаман нәрсе жатпасын, оны шығарыңыздар. Ішіңіздегі жаман ой, жалған ой, ішіңіздегі жатқан өзіңізді, ішіңізді тырнап жатқан итіңіз күндердің күнде сіздің денсаулығыңызды құртады, өзіңізді құртады. Сондықтан да оны шығарыңыздар, ішіңізде сақтамаңыздар. Жалпы айтады, когда пятый центр сбалансирован, вы ясно высказываете свою правду. Яғни өзіңізге қатысты шындықты ашып айта аласыз. Мысалы, менің өзімде де осы жағдай болды. Менде де бұрын тамағым қысылып қалатын. Содан кейін барып мен оқи келе, іздене келе түсіндім. Менің басымдағы тағдырға кім күледі? Ол мына өмірде алған түсінігі жоқ, ұғымы жоқ, топастау адам саған күле береді. Ал мына өмірді түсінген адам керісінше сенің басыңдағы қиын жағдайды, жаман жағдайды естісе, қайтама сен үшін дұға етеді. Алла, оның да бағын аш, ары қарай бойын жеңілдет деген сияқты жақсы әңгімесін айтады. Сондықтан да мен осы күндері жаман ниеті бар адамдардан қорықпайтын болдым. Керісінше әрбір жаман ниеті бар адам маған мені тазарту үшін кездесетін екенін түсіндім. Жаңағы біздің Маңғыстаудың керемет осы рухты мықты Светқали Нұржан деген ақын адамы бар, үлкен жазушы, ол кісі аузы дуалы. Сол кісінің мынандай айтқан әңгімесі бар. Сіздің жүрегіңізге қадалған қанжар, немесе бір адам сіздің жүрегіңізге
қанжарды қадаса, сол қанжар тиген тесік, мына сіздің сол тесікке Құдай назарын салады дейді. Түсіндіңіз бе? Міне, сондықтан да сіздің өмірде кездескен неше түрлі басыңыздағы жағдай, қиындықтың барлығында сіз өзіңіздің пайдаңызға, өзіңіздің кәдеңізге жаратыңыз. Әрбір соққы сізді шыңдау үшін, әрбір соққы сіздің бойыңызды сілкіп алу үшін, ойыңызды сілкіп алу үшін жасалып жатыр. Ол адамға ренжудің орнына, керісінше, осы арқылы Алла тағала маған не айтқысы келді? Мен бойымдағы қай жаман қасиеттен, бойымдағы қай жаман ойдан құтылуым керек деген сияқты ойды айтатын болсаңыз, сонда сіздің бойыңыздағы кір кетеді. Есіңізде болсын, тесілген қанжар беткен тескен жүректің орнына Алла тағаланың назары түседі. Міне, Алла тағаланың назары түскен жердің кез келген тесігі бітеліп кетеді. Осы есіңізде болсын. Вы так довольны собой и жизнью, что вам просто необходимо делиться своими мыслями и чувствами. Яғни сіз осы заңдылықты түсінетін болсаңыз, уже сіз көп жағдайда бойыңыз жеңілдеп, қайтама сол бойыңыздағы жаманды, бір кездегі өзіңіз жасырып жүрген мінді жұртқа ашық айта алатын дәрежеге жететін боласыз. Себебі мына өмірде мінсіз адам жоқ. Тек бір Алла ғана мінсіз. Осыны ескеріңіздер. Келесі 6-шы орталық, бұл задний часть горла дейді. Яғни біздің тамағымыздың арты және затылық дейді ғой. Қара түс деп айтады қазақтар. Міне осы жер біздің 6-шы орталығымыз екен. Бұл жалпы айтады, жалпы ми орталығы деп айтуға болады. Міне осы жерден бастап мидың орталығы басталады. Бұл біздің бойымызда айтады, он управляет шишковидной железой или эпифизм дейді. Эпифиз деген біздің бойымызда сол миымыздың бөлігі бар, эпифиз бөлігі бар. Бұл жерді немесе сакральная железа дейді. Мынау біздің нағыз сакральный әлем деген сөз, тылсым әлем деген сөз. Сол тылсым әлеммен байланысатын жеріміз міне осы жерде біздің 6-шы осы энергия орталығымыздан басталады екен. Это является дверью в более высокое измерение и отвечает за смещение восприятия, позволяющее как бы снять с глаз пелену и увидеть нелинейную реальность. Яғни біз мына айтамыз ғой, мына өмір жалған деп айтамыз, енді біздің мына өмірдегі шындықты көруге, немесе тылсым әлеммен біздің байланысымыз міне осы жерден басталады екен. Егер де біздің осы жердегі энергиямыз ашық болатын болса, біз тылсым әлемнен, ғайып әлемнен хабар ала алатын боламыз. Ғайып әлеммен байланыс жасай алатын боламыз. Бұл бір жағынан айтқанда бұл есік деп аталады. Сондықтан да біздер, құрметті көрермен, осы есікті ашуға талпынуымыз керек. Ол есікті ашу үшін жаңа айтқандай біз төмендегі энергия орталықтардан бастауымыз керек. Жалпы айтады, егер де осы орталық ашық болатын болса, ол мына радио антенналар болады, мысалы біз телевизор көретін болсақ, телевизорымызды бұрын антеннасы болады, антеннді былай бұрамыз, өзімізге керекті каналды көру үшін. Сол сияқты бізде бұл жерде радио антеннамыздың басталатын жері осы жер екен. Осы жер арқылы біздер өзіміздің мына 5 сезім мүшеміз бар, көз, құлақ, мұрын деген сияқты 5 сезім мүшелеріміз бар. Ауыз, сол сезім мүшелерімізден де жоғарғы деңгейде біз сезіне алатын боламыз. Тылсым әлемді осы арқылы сезіне алатын боламыз. Енді осы эпифиз деген жерде серотонин және мелатонин деген гормондар бөлінеді. Бұл гормондар біздің бойымыздағы биоритмдерге жауап береді. Биоритм деп отқанымыз, біздің мынандай тәніміз, ол өзі табиғаттың мына жаратылыспен үйлесіп өмір сүреді. Мысалы, ол күнмен үйлесіп өмір сүреді.
күн таңертең нешеде атады, сол кезде мына біздің тәніміз де күнмен бірге оянып жатады. Біздің тек қана санамыз ұйықтап оянып жатады. Негізінде уже біздің ішіміздегі биологиялық біздің тәніміз, біздің биологиялық сағатымыз ол мына жаратылыстың сағатымен үндесіп өмір сүреді. Енді осы жерде бір айта кететін жағдай, егер мына биоритм деп отқанымыз не? Қазақта бекерден бекер ұйқыны кіші өлім деп бекерден бекер атамаған. Яғни біз түнде ұйықтаймыз деген сөз, біздің бойымыздағы біздің мына рухымыз ұшып, ол ана аспан әлеміне шығып, обработка жасалып, бізге қайтадан кигізіледі. Түсіндіңіз бе? Енді осы жерде бізден бөлінетін серотонин, мелатонин деген гормондар бізге керек. Бұл гормондар қай уақытта шығады? Сағат 10 мен түнгі 1-дің аралығында бізде осы гормондар бөлінеді. Бұл гормон бізді ертеңгі өмірге дайындайды. Біздің мына тәнімізде мына табиғатпен үйлесіп өмір сүру үшін осы гормон міндетті түрде бөліну керек. Бірақ өкінішке орай қазіргі адамдардың өмір сүру салты басқа болып кетті. Яғни біздер түнгі 12-1-ге дейін жүреміз. Көрдіңіз бе? 12-1-ге дейін жүреміз, түнгі 2-ге дейін жүреміз. Сол кезде біздер өзіміздің Алла тағаланы бойымыздан Құдайдың қуатымен бөлінетін осы гормондарды біз ала алмаймыз. Ол гормондарды біз алу үшін біздер ұйықтауымыз керек. Біздің тәніміз тыныштық қалпына келу керек. Және де бұл гормондар бізде шығу үшін міндетті түрде қараңғылық керек. Бұл гормондар қараңғы болған кезде ғана біздің бойымыздан шығады. Егер де бөлмені жап-жарық қылып жататын болсаңыз, немесе жап-жарық жерде жүретін болсаңыз, бұл гормон біздің бойымыздан шықпайды. Бұл гормон бойымызда шықпайды деген сөз, біздің мына өмірге деген құлшынысымыз аз, төмен, өмір сүру сапамыз төмендеп кетеді екен, ағайын. Сондықтан да күн мен түнді Алла тағала бекерден де бекер жаратқан жоқ. Күнімен күндіз жарқырап тұрған кезде бойыңдағы қуатыңды шығар, ал түнде қараңғыда жатқан кезде сол қуатты Алла тағала саған ертеңгі күнге жаңалап беріп тұрады. Міне, жаңалана алмағанның кесірінен қазіргі кезде адамдардың бойында аурудың көп болатын себебі содан. Сондықтан да, құрметті ағайын, дер кезінде сағат 10-да ұйықтап, түнгі 3-4-терге дейін ұйықтап, таңда ерте күнмен бірге, күнмен таласып оянғандарыңыз өздеріңіздің денсаулықтарыңыз үшін пайдалы екен. Енді бұл гормондар бөлінген кезде бізде уже ішкі әлем мен сыртқы әлемде керемет үйлесімділік, керемет байланыс басталады екен, құрметті ағайын. Сондықтан да бізде қазір көбіне адамдар неге ішкі әлемнен ажырап кетті? Себебі біздер қазір көбіне сыртқы әлеммен болып кеттік. Енді келесі жетінші орталық бар. Бұл жетінші энергия орталық, бұл біздің тәніміздің ішінде жоқ. Оның ешқандай да тәнге қатысы жоқ. Яғни біздің мына төбемізден, мына басымыздан 40 сантиметр жерде орналасқан. Яғни, мысалы, бір қарысты 20 сантиметр деп алатын болсақ, осы екі қарыстың есебінде, екі қарыстың есебінде алатын болсақ, біздің бойымызда дәл сондай жерде біздің жетінші энергия орталығымыз орналасқан екен. Бұл бізді мына космоспен байланыстыратын, ғаламмен байланыстыратын жер екен. Бүкіл жаратылыспен байланыстыратын жер екен. Когда этот центр активизируется, вы чувствуете готовность к приему послания из космоса. Яғни, біздерге негізі Алла тағала күнде бізге неше түрлі жолдаулар жіберіп жатыр. Сол жолдауларды, егер де біздің осы жетінші орталығымыз ашық болатын болса, біз осы жолдауларды қабылдай алар едік. Неге, мысалы, керемет ақын жазушыларды қарап отырсаңыз,
олардың ойлары неге ұшқыр болады? Оларды қарап отырсаң, оларға тас та сөйлейді, оларға тау да сөйлейді, оларға су да сөйлейді, оларға жер де сөйлейді. Неге? Себебі олардың дәл осы энергия орталықтары ашық екен. Бұл орталық ашық болған кезде вы становитесь открыты для озарения дейді. Озарение, яғни сіздің санаңыз оянады. Богоявление, яғни сізде уже бір құдайлық қасиет пайда болады. Бойыңыздағы керемет киелі қасиеттер ашылып бастайды. Бұл кезде уже сізде жаратушылық қабілет пайда болып бастайды. Неше түрлі Алладан келетін информацияларды қабылдайтын боласыз. Жалпы бұл жерде керемет Құдайдың қуатын сезінесіз деген мағына. Жалпы мына алдыңғы менің видеоларымда да қарайтын болсаңыз, біздің айналамыздың барлығы да тұрған бұл кванттық орталық дейді, квантовый поле дейді, яғни квантовый информационный поле. Яғни біздің айналамызда ақпарат өте толып тұр. Егер де сіздің осы чакраңыз ашық болатын болса, сіз сол кеңістіктерден өзіңізге керекті ақпарат ала алатын боласыз. Сізге әрбір сіздің сұрағыңызға, әрбір көкейіңіздегі сұрағыңызға осы жерден сіз өзіңізге жауап таба алатын боласыз. Міне, құрметті мені тыңдаушы көрермендерім, сонымен бізде осындай 7 орталық болады екен. 7 үлкен энергия орталығы. Тағы да айтам, энергия деп отқанымыз, ол біздің бойымыздағы қанның жинақталған жері, ошағы. Біздің тәніміз бұл үлкен, керемет, мінсіз жүйе. Сол мінсіз жүйе арқылы біздің міне осы бойымызда 7 чакрамыз, 7 энергия орталығымызда қанның ошақтары бар. Солардың бәрімен де біздің бойымызға бетіп, жан жаққа кішкентай майда тамырлардың өзі де біз үшін оның маңызы өте зор екен. Осы центрлер арқылы, орталықтар арқылы әрбір тамырға, талшығына дейін энергия барып отыру керек негізінде. Бірақ өкінішке орай біздер көбіне қазіргі кездегі адам солына төменгі тек қана 3 энергия орталықпен, яғни Абай атамыз айтқанда ішсем, жесем, жаңағы түнде істейтін тірлігі бар адамдардың, сонымен ғана жүрсем деген ойы бар. Міне, біздің энергиямыз содан ары қарайға көтерілмейді. Түсінікті ме? Ал біздің өмірге келгендегі негізгі мақсатымыз сол энергия орталықтарды, мына төмендегі энергияны жоғарыға көтеріп, өзіміз бір кезде біз жаратушыдан келдік, сол жаратушыдан бізге керекті ақпаратты алып, өзіміздің бойымызды тазалап, мына өмірге келген міндетімізді істеп, қайтадан өзіміздің жаратылысымызға кету. Немесе айтады ғой, адам бір қараңғылықтан шығып, екінші қараңғылыққа кетеді. Сол 2 қараңғылықтың ортасын өмір деп айтады екен ағайын. Сондықтан да осы энергия орталықтарымызды жақсы етіп, тазартып, шөп шаламнан тазартып, бойымыздағы күш қуаттың еркін ағып, Алламен, жаратылыспен біздің бойымыздағы байланыс күшейе берсін деп, мен өзімнің тілегімді айтамын. Тазаланайық. Кеше осы алдыңғы видеоларды да айттым. Қазіргі кезде жердің қозғалысы, баяғы кезде 7 герц болатын болса, қазір 70-80 герц екен. Сол жердің қозғалысына біз ілесуіміз керек екен. Ал жердің қозғалысына кім ілеседі? Яғни жаратушы деп отқанымыз махаббат. Махаббат, яғни біздің бойымызда махаббат болу керек. Ал енді сол махаббатты болдырмайтын, ол қандай құдіретті күш? Махаббатты болдырмайтын, ол біздің адамға деген өкпеміз, ренішіміз, адамды кешіре алмауымыз, немесе Құдайға сенбей уайым қайғы кешуіміз. Кімде уайым қайғы болады? Құдайға сенбейтін адамда уайым қайғы болады. Егер де сіз Алла Тағалаға сенетін болсаңыз, барлығы да Алланың қалауымен болатынын білсеңіз,
бір жапырақ жерге түссе де Алланың қалауымен болады деп айтады ғой. Барлық болып жатқан оқиға, сіздің басыңыздағы болып жатқан оқиғаның барлығы да Алланың қалауымен болып жатқанын түсінетін болсаңыз, онда сіздің мына жүрегіңіздің орталығы ашылатын болады. Сондықтан да құрметті менің көрермендерім, Аллаға деген сеніміміз нығайсын, күшейсін, барлығымызда Алладан керемет ақпарат ала білетін, тылсым әлеммен, ғайып әлеммен байланыс жасай білетін пендеге айналып, кең жүректі, кең пейілді адамдар бола берейік. Айналамыздағы адамдарға өзіміздің бойымыздағы нұрымызды шашайық. Менің эфирім осымен аяқталды. Ұнаса қолдап лайк басыңыздар, өзгелерге таратып, өзгелердің де осы ақпаратты білуіне себепкер болыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және де болашақта қандай не нәрсе білгілеріңіз келеді, сол жөнінде жазсаңыздар